Қызыр мұнарасы Шымкент қаласынан 10 шақырым қашықтықта Сайрам қаласында орналасқан. Сайрам қалашығы ежелгі елді мекеннің бірі болып табылады. Ислам мәдениетінен сыр шертетін нысан Сайрам тұрғын алабында орналасқан. 300 жылдық тарихы бар кешен діни орталық қызметінен бөлек өз тарихымен туристердің ерекше қызығушылығын арттыруда. Республикалық маңызы бар Қазақстанның киелі жерлері жобасына Шымкент қаласынан 7 нысан енген. Соның бірі Қызыр мұнарасы. Абаттандыру жұмыстары аяқталған жаңарған тарихи ескерткіш. Мұнара Сайрамның киелі тарихында және аңыздарында маңызды орын алған агиотопонимді білдіреді. Ол исламға келген Қызыр пайғамбар есімімен аталатын мешітке біріктірілген тарихи, мәдени және рухани кешен алаңына шығатын жер бетінде сақталған жалғыз нысан. Ол сақталмаған Ыдырыс пайғамбар мешітімен бірге Інжіл, Құран дәстүрімен байланысты Сайрамның бірқатар ескерткіштері мен киелі жерлері қатарының басында тұр. Қызыр культіне қатысты ерекше киелі құндылыққа ие, сәулеттік жағынан кейінгі кезеңге жататын қатардағы мұнара қазіргі күнге дейін сақталып қалған. Қасиетті Құран кәрімге Мұсаның аты аталмаған серігі ретінде түскен Қызырдың құрметіне салынған мұнара шамамен 9-13 ғасырларға сәйкес келетін мешіттің құрамына кірген. Бүгінгі таңда мешіттен жалғыз ғана жұрнақ 10,5 метрлік Қызыр мұнарасы ғана қалған. Мұнараның басты ерекшелігі күйдірілген кірпіштен салынғандығында. Кірпіштердің беріктігі сонша мұнараның 5 метрі алғаш қаланған күйінде сақтаулы тұр.